Ассалаумағалейкум достар. Шай тәріпке келдік. Хабарыңыз болса, бұл жайымыз жақсы бітіп жатыр тұр. Тезлікпенен, лекін бізде кемшіліктері бар, майда-шүйде көрсетілген нөмірге қоңырау етің достар. Ұста қол ақы дегендей, басқа да нәрселер ешқашан артықшылық қылмайды. Уақыты-уақытыменен өз уақытында беріп тұрсақ, жиналып қалмайды, үлкен сума болып, ямаса басқа нәрселер. Құлас айтпақшы болғаным, бізге пушка деген нәрсе бар. Яғни диваларымыз ызғар, жауыны жауып атқан, кейін ауа райының сондай һәм қыс айы ғой, енді өкпелеудің керек жоқ. Диваларды кептіріп алу үшін бізге пушка керек болып тұрды. Яғни сондай 380-де істейтіні бар екен, кейін 220-да істейтіні бар. 220-да істейтін пушка деген нәрсені кімде таныстары болса, осы видеоны кеңінен жіберіп қойың. Ұста таныстарыңыз болса, ұсталар біледі. Строительный магазиндер болса, өзімізді сұрастырып жатырмыз. Жақсы болар еді, бір адамда болып беріп тұрса, бізге ұсын кептіріп алсақ, көп қолымызды іркіп тұрған нәрселер суап қалacak. Дивалымыз кеппесе, яғни жұмысымыз тоқтап қалу ықтималы болғанлығы себепті пушка іздеп жатырмыз достар. Сені бір мәрте айтамын, қоңырау етің, бізді қуатлауда давам етің. Ал бізді сораттырмай не қызмет деп атқанатын Алла разы болсын.